Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың бойында көріпкелдік қасиет бар десек қателеспейміз. Оның 40 жастан кейін жазған болжамдары бүгінде өте актуалды болып тұр. Ол қазір елімізде болып жатқан проблемаларды 140 жыл бұрын дәл тауып, оның шешу жолдарында ұсынып еді. Дегенмен біз оның болжамдарын елеусіз қалдырып, онша мән бермей келеміз. Ол Қазақстанның болашағына қатысты не деп еді? Абай Құнанбаевтың өмірден өткеніне 120 жылдан асты. Бірақ жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді демекші, оның артында қалдырып кеткен мұрасы бізге әлі күнге дейін азық болып жатыр. Әрбір қазақ баласы кем дегенде ақынның өлеңінің бір шумағын жатқа біледі десек болады. Мысалы, желсіз түнде жарық ай, көзімнің қарасы деген өлеңдерін ән қылып айтып жүргендер жетерлік. Жұрт оның өлеңдерін оқығанымен 45 қара сөзіне әлі де терең бойлай алмай келеді. Абай 45 қара сөзді ашынғаннан жазып, Қазақстанның болашағы туралы нақты фактілер келтіріп кетті. Абай қара сөздерін жасы 40-тан асқанда жаза бастады. Ол 1885 жылдар еді. Бұл кезде Ресей империясы Қазақ даласын әбден отарлап, өзінің құрамына қосып алған болатын. Олар кең байтақ жерімізге бекіністер салып, өз мұжықтарын қоныстандырып, білгендерін жасады. Ресей билігі әр ауылдан салық жинап, атқарылған жұмыстар туралы есеп беріп отыратын адамдар іздеді. Міне, сонда қазақтың арасынан өз ауылына әкім болуға ұмтылғандар шыға бастады. Ол кезде әкімдерді болыс дейтін. Қазақтар болыс болу үшін губернаторларға жағымпазданып, тіпті көп ақша да берген. Сонда орыстар көптеген қазақтардың атаққұмар екенін түсініп, қазақтарды бір-біріне айдап салып, өз қалағандарын жасап отырды. Бұл туралы Абай былай деді: болыс болдым мінеки, бар малымды шығындап. Түйеде қом, атта жал қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығымдап. Күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шала оғамын қырындап. Сияз бар десе жүрегім орнықпайды суылдап. Осы өлең жолдары арқылы Абай әкім болу үшін бүкіл малын шығындағанын айтты. Яғни әлі 140 жылы өтсе де қазақтар мансапты ақшаға сатып алады. Мысалы, мектеп директоры, аурухананың бас дәрігері сияқты бастық болу үшін жоғарыдағылар пара береді деген сыбыстар өте көп. Тіпті қарапайым мұғалімдерге категорияны ақшаға сататындар да бар. Абай Құнанбаев бұны қазақтың бойындағы ең жаман қасиет дейді. Және де қазақтар басқа ұлттардан артта қалып бара жатқанын айтқан. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат, әсемде соларда. Орысқа айтар сөзде жоқ, біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз деп екінші қара сөзінде баяндайды. Содан бері 1,5 ғасыр өтсе де қазақтар әлі күнге дейін менің атам батыр болған, би болған деп мақтанады, шежіре жазғызады. 2000 жылдары біз көрші Өзбекстанды менсінбедік. Бізден артта қалған мемлекет деп мұрнымызды шүйірдік. Қазір Өзбекстан Қазақстаннан спорт, ауыл шаруашылығы, көлік, техника өндіру жағынан осып кетті. Егер бізде мұнай болмағанда біз Өзбекстаннан бірнеше есе кедей тұратын едік. Абай Құнанбаев қазақтардың мақтаншақ екенін айтып қатты ашуланған еді. Тіпті бұл туралы өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз деп бізге ескертіп кетіп еді. Бірақ арада қаншама жыл өтсе де ештеңе өзгерген жоқ. Қазір ақпараттық сайттарды ашып қалсаңыз, мына әнші күйеуімен ажырасыпты, мынау байға шығыпты, анау қатын алыпты деген сияқты өсекке тән жаңалықтар өте көп. Және де актрисалар шетелге барып демалып, оны әлеуметтік желіге салып қояды. Өзінің ішкен жегенін, алған көлігін бүкіл әлемге жар салып көрсетеді. Бұл біздің мақтаншақтығымызды дәлелдейді. Ал мал шашпақ деген не? Бұл біздің ысырапшылдығымыз. Яғни қалтамызда ақша жоқ болса да, банктен пәлен кредит алып той жасаймыз. Ешкімге қажеті жоқ сүндет той, 50 жас той секілді тойлар ұйымдастырып, 500 адам шақырамыз. Бұл жерде тек тойхана басшысы тамада пайда табады. Ал қалғандары минусқа кіреді. Қарапайым халық былай тұрсын, үкіметтің өзі кейде қатты мал шашады. Миллиондаған долларға форум, саммиттер өткізеді. Бұрын Назарбаевтың кезінде Қазақстанда форум деген өте көп болатын еді.
Елбасы өзі салған астанаға өзге елдің президенттерін жиі шақырып, түрлі жиындар жасайтын. Тіпті Алматыда өте көп ақша жұмсап қысқа Азияда ойындарын өткізді. Елордада экспо ұйымдастырды. Ал бұл кезде халық 100 000 теңге айлықты қайда жеткізерін білмей қиналып отырды. Оқуға түскен студенттер қаладан жатақхана таппай, көшеде тентіріп жүрді. Бірақ хабар каналын қоссаңыз Қазақстан қарыштап дамып кетті деп көрсетеді. Яғни оның бәрі өтірік еді. Қазір де жетісіп отырған жоқпыз. Абай Құнанбаев осының бәрін екі қатар өлең жолымен нақ тапқан. Осы тұста қалайша Абайдың әулиелігіне тәнті болмайсыз. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді 3 кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе дейді Абай 4-ші қара сөзінде. Шынында да бастық екеу болса мәселе көбейеді. Кезінде Қазақстанды қос адам басқарды. Назарбаев пен Тоқаев, соның салдарынан ел ішінде түсінбестік орын алып, түрлі келіспеушіліктер туындады. Әкім, министрлер кімге есеп берерін білмей бастары қатты. Мысалы, бүгін Түркістан облысына Тоқаев келсе, ертесіне Назарбаев келді. Әкім екеуінде күтемін деп шарық ұрды. Түрлі сыбыстарға құлақ түрсек, қаңтар оқиғасы да осы қос билікті басқару жүйесінің кесірінен болды дейді. Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқ та шығар. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек деп 26-шы қара сөзінде айтқан. Бұл қара сөзінде Абай қазақтың жауы қазақ екенін ашып айтты. Расында да содан бері ештеңе өзгермеді. Қуғын сүргін жылдары Сталинге қазақтарды қыруға көмектескен қазақтардың өздері дейді. Яғни бір қазақ екінші қазаққа қарсы арыз жазып ұстатып жіберген. Біздің алаш арыстарында түрмеге тоғытуға өз қазағымыз көмектесіпті. Тіпті Ақсу Жабағылы қорығын салып, үлкен темір жол жүргізген Тұрар Рысқұловтың соңынан қазақтардан домалақ арыздар көп түсіпті. Ал тәуелсіз Қазақстанда қазақтар бір-бірімен дүниемен жарыса бастады. Бір қазақ бір қазақтан үлкен үй салса, екінші қазақ одан да үлкен үй салуға тырысады. Руға бөлініп, өз руласын көтеріп, өзге руды тұқыртуға тырысты. Қазір әр ауылда өз руласының ескерткішін орнатып қою сәнге айналды. Шыңғысханда біреу Қоңырат, біреу Найман, біреу Дулат деп әбден бөлді. Қазір мемлекеттік қызметте де қазақтар бір-біріне қарсы арыз жазып жатады. Біз бірінші кезекте Ресей, Қытай емес, өзіміз жауымыз. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады дейді Абай 33-ші қара сөзінде. Өкінішке қарай арада 1,5 ғасыр өтсе де, қазақтар өнерді үйренбеді. Қазақстан қазір тек мұнаймен күн көріп отыр. Қазақстанда ешқандай техника өндірілмейді. Ал кішкентайында қолынан өнер келген бала өсе келе жалқау болып кетеді. Ал ақыл есі барлардың көбісі Еуропа, ақш-қа кетіп қалып, Google, Microsoft сияқты компанияларда жұмыс істеуде. Абайдың заманында Ресей империясы қазақтарға бір қорап сіріңкені бір қойға айырбастаған деген дерек бар. Абай осыған қатты күйінді. Тарихи шығармаларды оқысақ ресейліктер келген тұста, қазақ халқы көбінесе жазда жайлауға көшіп, ет жеп, қымыз ішіп, ән күй тыңдап жата берген. Байлар атасының әруағына ас беріп, көкпар тартқан. Қазақ тарихындағы ең үлкен астың бірі Сағынайдың асы болған. Бұл асқа кеткен шығын Тәж-Махалге кеткен шығыннан да көп болған дейді. Бұл аста 500 ақ үй тігіліп, 5 тонна шай ішілген. 10 000 көрпе жастық төселіп, қонақтарға сыйлауға Сібірден 500 аң терісі әкелініп, 20 000 қой, 1000 жылқы сойылған. 500 жігіт атпен табақ тартып, 300 қыз қонақтарға дастархан жайып қызмет еткен.
бәйгеге 500 тұлпар қатысқан. Алатаудың бөктерінде қырғыз қазақ қосылып ас берді. Түрі заман 12 мың жылқы сойылды. Не дейді Құдай? 13 мың. Мысалы 1900 жылдың басында қазақтар айдалада көшіп қонып жүрсе, ақшта зәулім ғимараттар салған. Егер осы қарқынмен кете берсе, көшпелі қазақтар әлемде ең артта қалатын мемлекет болатынын түсініп былай деді: орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Яғни ол заманда орыс тілі халықаралық тіл еді. Ол қазақ балалары орыс тілін оқып, сол арқылы ғылымды игеріп қазаққа пайдасын тигізеді деп сенді. Кейіннен Алаш арыстарының бәрі Орынборда орыс тілінде білім алып, елге қызмет етті. Егер Совет одағы Алаш арыстарын қырып тастамағанда, олар Қазақстанды дамыған мемлекетке айналдырар еді. Ал тәуелсіз Қазақстанда қазақ балалары болашақ бағдарламасымен шетелде ағылшын тілінде білім алды. Бірақ өкінішке қарай көбісі елге оралмай сонда қалып қойды. Байлар қызметке тек өз балаларын қояды. Елімізде білікті дәрігерлер бар болғаны 200-300 мыңдай жалақы алады. Дарқансың ғой, немесе ағеке, нең кетеді, осығанамды істеп бер дегенде маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Үйтемін, қарқ қыламын дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, жоғары шыққа қарқ болып, олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонменен табыс құра алмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш бола тұғыны қалай дейді Абай 33-ші қара сөзінде. Яғни қазақтар біреудің мақтағанына алданып, оған бүкіл ақшасын беріп жібереді. Тіпті өзінде ақша жоқ болса да әлгіге кредит алып беріп, ақыр соңында сол кредитті өзі төлеп шығады. Ең сорақысы, қазіргі жігіттер өздерінің жүріп жүрген қыздарын алдап, оны несиеге батырып кетеді. Қазір тіпті діннің атын жамылып, елді алдайтын сақалдылар да көбейді. Түптеп келгенде Абай осының бәрін ескертіп кеткен. Ол ешкімге сенбеу керектігін сан мәрте қайталады. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, салпылдап сағым қуған бойыңа еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Міне, Абай Құнанбаев өте көреген адам болған. Оның шығармалары өміршеңдігін әлі жоғалтқан жоқ. Оны терең түсіну үшін бүкіл қара сөзін, өлеңдерін оқып шығу керек. Абай қазақтың маңдайына біткен дара тұлға.